Қайырлы күн, құрметті халайық. Бүгін 25 қазан республика күні. Еліміздің ең ұлық мерекесі, ұлттық мереке. Баршаңызға құтты болсын. Елімізге тыныштық, бейбітшілік, әрбір шаңыраққа бақ пен береке тілеймін. Осы бүгінгі мерекенің құрметіне Қаратөбеден Қоскөлге дейін деген жүгіру марафон қолға алдым. Соған бел будым. Қазір Қаратөбеден шығып келемін. Қоскөл деген менің ата жұртым, ата мекенім. Аталарымның зираты сол Қоскөлде. Сондықтан жол болсын деп шығып келе жатқан жайымыз бар. Қосымша қазір жолда қызық сәттермен бөлісіп әсерімізді осылай жазып отыратын боламыз бұйырса. Қазір сағат 11-ден 11 минут кетті. Мінекей жайын жолға түстік. Міне жүгіруді бастадық осылай. Жалпы атамекен деген күйелі ұғым. Қазір сол атамекеніме сапар шегіп бара жатырмын, жүгіріп, жаяу. Қаратөбе қасиетті мекен. Ескендірдей ұлы композиторды туғызған Мұхит Ғарифолла бар ар жағында. Ескендір Хасанғалиев атамекен деген әні Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған. Бүкіл қазақ қосылып рухтана шырқайтындығын жақсы білесіздер. Міне жүріп бара жатқан жермен ту сыртымнан көріп Махамбет деген ағам тоқтатып ұрттай су беріп жіберіп жатыр. Жолда таңдайың табағың құрғаса шерсің деп тілекші болып жатыр. Көп рахмет. Енді жаңағы атамекен тақырыбын айтатын болсақ, бүкіл қазақ қосыла шырқамағанмен де әрбір қазақ білетін деп айтуға болады. Барып қайт балам туған ауылға деген ән бар. Тұңғышбай Жаманқұловтың орындауында кең тарады қазақ еліне. Сол әннің сөзін жазғанда осы біздің қаратөбелік Айсұлу Қадырбаева деген апамыз биыл бұйырса 75 жасқа толады. Ал сол кісінің барып қайт балам ауылға деп шығарған әні сол Қоскөлге арналған. Өйткені сол баласы Абзал ұлы, сол ұлына арналған өлеңі сол Қоскөлмен бара жатқан атамекенім сол ауылға шығарылған. Және сол кісінің Шың құз деген топтама әңгіме өлеңдердің топтамасы шыққан кітап бар. Соның ішінде Аққулы көлге бардың ба деген бар. Сол да менің атамекенім Қоскөл. Қоскөлде үлкен көл және кішкене көл деген екі көл бар. Сол көлдің қасында маңайында ескі зират бар, мешіт қауымы деп аталады. Сол жерде ертеден мешіт болған. Бейсеке деген қазірет әулие болған атамыз. Сол жерде менің арғы бабаларым Серғазы атам, Қалия әжем жерленген. Қоскөлдің іргесінде Сафолла атам жерленген. Жәннат әжем дегендей осындай үлкен мағынасы бар сапарға бұйырса шығып келеміз. Әлі қанша шақырымдай бар шамаймен? 45 шақырымдай бар ма? 40 шақырым үстінде. Қарап жүгіріп келе жатсам, артымнан көлеңке ілесіп келе жатыр. Қарасам мынадай ит. Кел, маған жол серік боласың ба? Кел яғы, жақсы ит екен өзі. Ой, ақылды ит екен өзі. Жақсы ит екен. Жүре ғой, жүр. Менімен бірге тек шөлдеп қаласың ау сен. Шөлдемесең жүрер едің. Ауылдан шыққанымызға 2 сағаттай уақыт болды. Бір 12 шақырымдай артта қалды. Бір қожалықтың тұсынан өтіп бара жатырмыз. Ауылдан шыға берісте Айқай Шағал деген қалың құмнан өттік кесіп.
айқай шағыл деп айтатын себебі ертеде өгізбен түйе арбамен жүрген кезде құмға келіп батып тұрып қалмасын деп айқайлап айдаңқырап өтетін болған ғой. Сол себепті айқай шағыл атанған. Алда әлі 45 шақырымдай 45 шақырымға жуық жол бар. Күн тамаша, ауа райы, табиғат та тамаша. Самал жел маңдайымыздан сипап атамекенімізге қарай аяқ басып келе жатырмыз. Жылқылар бізді қызық көріп келеді. Үрпиіп пидірейіп қарап тұр. Қырау. Далада тарпан құсап, жабайыланып кеткен ғой. Томалғанып семіріп. Дұрыстарыңаршы. Біреуі маған қарай келгісі келіп тұрайық. Қағаздардың дауысы естіледі, өздері көрінбейді. Ауылдан шамаменен 30 шақырымдай ұзап шықтық. Жолдан бір қожалыққа тоқтап ыдысымызды суға толтырып алдық. Ары қарай енді алда 30 шақырымға жетпейтін жол бар шығар. 25 шақырымдай 25 шақырым үстінде қолда қарудан мынадай қамшы. Қолымда бір қамшым бар, сәлеңгірді ай. Атандым елге тентек кәдімгідей бір тентек ел ішінде жүрмей мекен ай. Соңымнан неге түстің бәрің бірдей Сері жігіттің әні Банда Аманғалидың әні деп айтылады. Кеңес үкіметі кезінде Ғарифолла Құрманғалиев атамыз Аманғалидың атын айтуға болмайтын болғасын Сері жігіттің әні деп күйтуаққа жазып қалдырып кеткен. Совет үкіметіне банды болғанмен қазақтың біртуар батыр азаматтары. Қолда бір ғана қамшымен жаяу жүріп келе жатырған кезде Жаяу Мұсаның әні еске түседі. Кеше аудан орталығында Қаратөбеде осы республика күніне арналған концертте Таңат Жексенбаев дейтін бауырымыз мәдениет үйінің директоры аудандық Жаяу Мұсаның әнін айтты. Осы әнге қатысты кезінде әкем айтатын. Әкем өте қазақтың салт дәстүріне өте жетік және күй, ән күй, терме, жыр осылардың бәрін терең талдайтын. Тек қана ұлттық мұралардың емес, әлемдік деңгейдегі классикалық шығармаларды да солай тыңдап, талдап, әлемдік классикалық шығармаларды бәрінен хабар терең кісі болған. Бір әңгіме айтатын. Мынау ауаны қамшымен осқанда гик деген дыбыс шығады. Жаяу Мұсаның гиккайы да соны айтып тұр деп.
орманның Мұстафасы атымды алып, атадым содан бері жаяу мұсай. Икай деп ауаға осқаннан қамшыны күш қазандай қайнайды, күресерге дәрмен жоқ. Жаңағы орманның Мұстафасы атын зорлық қылып алып алғаннан кейін бір ғана қамшымен қалып жаяу келе жатып, ауаға былай да былай осқылап, ашу ызамен айтқан ән деп. Ик деген сол қамшының ауаны осқан дауысы. Шіркін ай, осылай сықпыртар мед қамшының астына алып деп ашуланғанда айтқан әні дейтін. Ал осындай талдауды ешбір өнертанушылардың еңбегінен немесе әдебиеттерден кездестіре алмаймыз. Аққулар